дәл қазіргі сәттегі сенің табысты болмай жатқаныңа, өміріңнің қиын болып жатқанына әке шешені кінәлау мен ең бір сорлы тәсіл деп есептеймін. Неге? Өйткені біздің қазақтың таным түсінігінде әкеге, шешеге қарыз болып өту деген нәрсе бұл бізге сүйекпен сіңген, қанмен келген нәрсе. Қазір психологиялық бір сабақтарда сен бала кезіңде алған травмаларың, сен әкеңді кешір, шешеңді кешір дейді да. Бала қалай әке шешесін кешіреді? Не үшін әке шешесін ренжиді бала? Ол өмірге келген үшін болды, өмір бақи қарыз ол әке шешеге, анаға әсіресе. Сондықтан да мына өзіңнің жолың болмай жүрген сормаңдайлығыңа, бос көтендігіңе әкеңді, шешеңді алға тарту бұл ең бір нашар тәсіл деп есептеймін. Енді отбасы болғаннан кейін түрлі нәрселер болады. Бір отбасыларда әке шеше нашар болуы мүмкін. Шынында әлеуметтік жауапкершіліктен жұрдай, баласына дұрыс тәрбие бере алмайтын бір адамдар болуы мүмкін. Бірақ соның өзінде де ол ана, соның өзінде де ол әке. Сондықтан да керісінше мына отбасында өте қиындықпен өскен балалар уақыт өте шыңдалып, күшті табысқа кенеліп жатады да, керісінше не ішем, не кием деген нәрседен ешқандай қағажу көрмеген бір балалар кейін боркемік болып жатады. Ендеше мына психологтардың айтып жатқанының бәрін 100% дұрыс деген сөз емес. Сен мықтысың ба? Өзіңе байланысты. Нашарсың ба? Оған да өзіңе байланысты. Сондықтан да туған туысқандардан, бауырдан, әкеден, ағадан, шешеден, әпкеден бір күнә іздеу, соларды кешірдім, жақсы болып кетті, немесе кешіре алмай жүрмін, жақсы бола алмай жүрмін деген секілді қыртынбай нәрселерді қою керек деп есептеймін.